Бүгін ел үкіметі су ресурстарын басқару бойынша мемлекеттік бағдарламаның жобасын мақұлдады. Алдын ала болжам бойынша 2040 жылға қарай Қазақстанда суға деген сұраныс 56%-ға өспек. Ал қазіргі жағдайды өзгертпей, ауыл шаруашылығында суды пайдалану көлемі ұлғая беретін болса, болашақта еліміз су тапшылығымен бетпе-бет келуі мүмкін. 2040 жылға дейінгі су ресурстарын басқарудың жолы белгілі. Егер бұл мәселеге қазірден кіріспесек, алдағы 26 жылдың ішінде судың тапшылығы 12 миллиард текше метрден асуы ықтимал. Сол үшін президенттің тапсырмасымен арнайы бағдарлама әзірленді. Жобаны бүгін үкімет бекітті. Қазақстан 2040 жылы 12 миллиард кубометр су тапшылық көру мүмкін. Бірақ сол су тапшылығын жабуға болады. Осы инвестиция арқылы, осы басқа мәселелерді қарасақ, сол тапшылықты жабуға мүмкіндігіміз бар. Су секторын модернизациялау үшін 8 триллион теңгеден астам қаражат қажет. Оның 5,5 триллионға жуығы бюджеттен қарастырылса, қалғаны инвестиция түрінде тартылады. Тарифтерді ақырындап 2040 жылға шейін көтеру керек. Өйткені бүгінгі тарифтар ол инвестицияны енгізу үшін, оны суды сақтау деген стимулдарын жасамайды. Су пайдаланушылар олар су сақтауға олардың ешқандай стимулдары жоқ. Өйткені су арзан, оның бағасы жоқ. Сонымен қатар министрлік 2 ұлттық компания құруды ұсынып отыр. Олар магистралды және тарату инфрақұрылымын басқарумен айналысады. В соответствии с поручением главы государства. Мемлекет басшысының тапсырмасымен біз еліміз үшін шын мәнде стратегиялық тұрғыдан маңызды саналатын проблемаға сумен қамту және су ресурстарын басқару ісіне кірістік. Бұл жеке мен мемлекеттің әріптестігін дамытуға, инвестициялар тартуға зор мүмкіндік береді. Су тапшы Қазақстан үшін бұл бағдарламаның маңыздылығы жоғары. Қалай дегенмен де оны жүзеге асыруға мүмкіндік те, ресурстар да бар. Бұл үкіметтің биылғы жылдағы соңғы селекторлық отырысы. Премьер-министр Серік Ахметов мереке қарсаңында бірқатар мәселелерге назар аудару керек деді. На местах необходимо. Мереке күндері жергілікті жерлерде ең алдымен азық-түліктің бағасын бақылауда ұстау қажет. Әкімдерге барлық қызметтердің жұмысын қадағалауды тапсырамын. Үкімет үйінен Дархан Әбдуахит және Айдос Меделбеков, хабар агенттігі.